Сәлем, құрметті достар, оқырмандар. YouTube парақшама келгендеріңізге көп рахмет. Есімім Жәнібек, телесін терапевт, психолог. Бүгінгі тақырып жалпы жыннан қалай емделеміз. Көп біздің қазақ қоғамы, народный медицинамен көп емделеді, яғни халық емшілігімен. Осы уақытқа дейін Қазақстанның көптеген емшілерінің пациенттерін, клиенттерін қабылдаған болатын. Бір емші бар, клиентіне айтқан, пациентіне айтқан, сенің ішіңде көптеген жын бар, саған сиқыр деген. Бір емшінің клиенті келді, менің жаңағы женскийіңде осындай жын бар, саған жаңағыдай дуалаған бір жын бар, сенің ата бабаңнан келе жатқан қарғыс бар. Жаңағы бір емшіден келді, яғни сенің жының сенің эмоцияларыңа байланған дегендей. Осы уақытқа дейін жынның тақырыбы бұл самый бір осал, уязвимый дейді ғой, осал бір дүниеде. Яғни біз жынды қолмен ұстай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз. Жындарды біз не үшін көзбен көре алмаймыз? Яғни біздің фактически көзіміздің рецепторлары жынды көре алмайды. Бірақ біз кішкене қазақилыққа салатын болсақ, бізде сопылық деген жол бар, әулиелік деген жол бар. Яғни біз ішіміздегі нәпсімізді, жан дүниемізді Құдайға тапсырған кезде біздің көкірек көзіміз, біздің жүрек көзіміз, үшінші көз, интуиция деп айтады ғой. Яғни сондай бір тылсым дүниелік сезімдер ашылған кезде біз жындардың, біз айтатын болсақ, обликтарын, облик дейді ғой, яғни бір сұлбасын, яки сондай бір жаңағы бірдеңені жаңағыдай тақылдап жіберу, тарсылдатып кету, жаңағы домовой деп жатқан нәрселерді просто сезесің. Яғни сенің сондай бір сезімдерің ашылған кезде сезесің, көресің. Яғни ол жынды көрмейсің да, бірақ сен сұлбасын сезесің, энергетикасын сезінесің. Ал қазіргі көп гики емшілер, гики оқымаған, квалификациясы жоқ. Просто қазір Қазақстан Республикасының заңы Минздравы әлі қолға алмады да. Құдай қаласа бір 2 жылдықта қазір есіп жатырмын. Оқымаған психолог, коуч, емші кім бар, прям адамдарды адастырып жүрген көп мамандарды тазалайды. Соның ішінде емші, яғни жындармен жұмыс жасайтын, яғни рухия мамандар. Мен рухия мамандарын көбіне топырақ шашпаймын. Яғни сен діннен хабарың болмаса, сенің жаңағыдай фих, неше түрлі жаңағы шарғи жолдарды білмесең, сен не істейсің? Сен сондай бір бір көз тию, басқа да бір мәселелер, эффекттер, сенің симптомдар дереңде болса, сол адамдар қызмет көрсетеді. Яғни сенің ішінде осындай жын бар екен, сенің ішінде осындай бар деп айтпайды. Сені көреді, көргеннен кейін ол саған Құранын оқиды, жаңағыда суын береді, майын береді, неше түрлі этаптардан өткізеді. Сосын сен десейді емдеп шығарады, Алланың қалауымен. Ал қазір мен осы жерде мойындаймын, жын туралы тақырып бұл өте кең таралған ауқымды ақпарат. Сондықтан дәл қазіргі сәтте жын туралы тақырыптың ең бірінші эффекттері көз тию. Яғни біздің пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, менің көп үмбетім неден қайтыс болады дейді? Көз тиюден дейді. Адамның бойында литий деген бір орган десек бола ма? Литий деген бір сондай бір энергия жинайтын бір конденсатор бар. Көп адамдардың энергиясы мықты болуы мүмкін да, прям көзі өткір, мысы бар, энергетикасы мықты болуы мүмкін. Ал көз тию деген нәрсе сенің энергетикаң көзіңе жиналу, яғни лазер дейді. Яғни бір сәби, вау, мынау күшті болыпты, әдемі екен, күшті екен деген кезде сенің энергетикаң сол адамның литий деген сонда бір энергия жинайтын конденсаторын күйдіріп жібереді. Адамның уже иммунный системасы, нервный системасы қосылады. Бұл бір адамнан келетін. Екінші, жыннан келетін, көз тигізетін сондай бір
магтар бар, жаңағы дуа, черный магиямен жасайтындар, иә, олар жаңағы бір қоразды сойып жібереді да, соған жаңағы үйтіп бүйтіп бір ритуалдарын жасайды, соған бір жындар шақырады, жынмен тұрады да, ол адамның жаңағы күнде оқи беріп адам жаңағы әлсіз болып, выгорать етіп, апатияда жүрген кезде, түнде ұйықтап жатқан, бастырылып жатқан кезде, сонда бір уже жаңағы энергия алланың қалауымен тағы да сол адамға жын көз форматында тигізеді. Енді мен бұл жерде алланың қалауымен дедім ғой, бірақ басымызға келген неше түрлі сынақ бізді қирату үшін, сындыру үшін емес, бізді дамыту үшін келеді. Ол сынақ болсын, әке шешенің өлімі болсын, онкология болсын, қарыз болсын, неше түрлі сынақтар. Яғни біз осы сынақтарды көрген кезде біз ең соңында біз Құдайға жақындаймыз. Енді бұл кішкене бір философиялық, кішкене бір рухани әңгіме болып жатыр бұл жерде. Тағы да сенің өткен шағыңнан келе жатқан қарғыстар да болуы мүмкін. Иә, жаңағыдай жынның әсері бар, тылсым бізден жыннан да бөлек басқа да бір әлемдер болуы мүмкін, оны мен айта алмаймын. Бірақ өзімнің опытыммен айтатын болсақ, иә, жын бар, көз бар, неше түрлі тылсым дүниедегі мәселелер бар. Біреулер сенеді, біреулер сенбейді. Мен сенетін адамдардың жамағатын айтып жатырмын. Енді қараңыз, біздің ішімізде, яғни Юнг деген психологияны ашқан үлкен ғалым бар. Юнг айтады, адам өзінің ішіндегі сезімін өзін түсінбесе, әлемге немесе тағдыр дей салады, немесе Құдай дей салады дейді болды. Яғни өзің состояниені түсінбесең, сен Құдай немесе тағдыр дей саласың да. Яғни бұл не? Көп адам өзінің ішіне үңілгісі келмейді. Психикалық функция деген бар бізде. Психикалық функция деген не ол? Ол біздің ішімізде темперамент, біздің ішіміздегі характер, біздің ішіміздегі мышление, біздің эмоция, біздің воля, ощущение, речь, иә? Біздің ішімізде неше түрлі сондай бір әлем жатыр. Біз өзімізге қызықпаймыз, өзіміздің ішіміздегі реакцияларымызды, эмоциямызды, жан дүниемізді түсінгіміз келмейді. Сен түсінбеген кезде сен рухани әлсіз, менталды тұрғыда әлсіз, эмоционалды әлсіз, физикалық әлсіз боласың. Осы кезде сенде не болады? Энергияң плинтусқа дейін түседі. Сенің осы кезде уже жын деген мәселелер уже сені қозғап бастайды. Яғни мен не айтқым келді бұл жерде? Егер сен өзіңнің ішкі әлеміңе үңілген кезде, сенің сыртыңнан қандай магия жасасын, қандай көз өткізсін, саған ешқандай да сондай бір мәселелер болмайды. Яғни қара, сен психикалық өзіңді танаған кезде сен Құдайды танисың. Құдайды таныған кезде болды. Сен дұғаңды оқисың, зікіріңді айтасың, Құдайға жақындайсың. Болды. Сенің опораң, сенің қорғанышың, сенің Құдайың. Бірақ бір шарт, ол сен ішкі әлеміңді түсінген кезде, сенің реакцияларыңды, сенің эмоцияларыңды түсінген кезде, ощущениелеріңді түсінген кезде. Ал біз не істейміз? Өзімізді танымаған кезде, иә, бізде қызғаныш болады. Қызғанышқа қызғанатын адамдар көп келеді. Көбінесе бұл Шымкент жақтарда, оңтүстік жақтарда, Алматыда өте көп. Ал енді жынмен ауырған адамдар қалай емделеді? Қалай өз-өзіне көмек бере алады? Біздің жалпы медицинада плацебо деген нәрсе бар, эффект. Яғни кәдімгі дәрі бар ғой, капсула. Ішіндегі дәрісін алып тастайсың да, сол дәріні жаңағы капсуланы қайтадан қойып, ауырып жатқан адамға, ей, арыстан, сенің ауруың бар, бірақ осы дәрі, яғни сен сендіріп тұрып осы жаңағыда капсуланы берсең, мына аурудан айығасың, мә. Яғни сенің ішінде эффект плацебо, автоматически сен емделіп кетесің. Эффект плацебо деген. Көп рухия мамандарына келетіндер аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Құран аяттарын барлығын жібереді. Адамдар теңселуі мүмкін, жыбырлауы мүмкін. Яғни бұл жыбырлаған, теңселгендер деген бұл жын емес.
бұл адамның денесіндегі напряжение, адамның денесіндегі гормондар, адамның денесіндегі адреналиндер, адамның денесіндегі эмоциялар. Иә, бір момент бар айтылатын. Көбісі мен деген андай дауыс болады, мен деген 1000 жылдан бері келе жатқан жанмын, мен осындаймын, мен мұндай. Яғни бұл жерде психикалық расстройстволарда да болуы мүмкін. Мен осы жөнінде ойлап отырмын, идея келіп жатыр да. Қалай ойлайсыздар? Мықты психиатр және мықты рухия маман ала отырып, мен сондай бір подкаст, бір дебат форматында жасарым келіп жатыр. Яғни көп адамдардың көзін ашу мақсатында. Қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Ал жаңағы тақырыпқа келетін болсақ, анау денесіндегі Құранды оқып жатқан кезде, яғни сол кезде уже эффект плацебосы ойнайды. Иә, бұл кезде енді жоққа шығара алмайсың да. Иә, Құранның да әсері бар, басаның да әсері бар. Яғни адам іші кішкене тынышталып қалады, ремиссияға түседі, болды. Бірақ ол ауру қайтадан қайталана береді. Біздің қазақтың нарығына енді психология деген нәрсе енді келіп жатыр да. Егер сен психикаңды түсінсең, яғни психикадағы жан дүниеңді түсінсең, болды, саған жында, мында, қырта, сутта, жаңағы не бар, неше түрлі әңгімелер ешқайсы жоламайды. Я вам гарантирую. Егер сен көз алдыңа бір нәрселер елестеп, сен таңертең тұрған кезде қорқып, душқа түсіп жатқан кезде артында бір нәрселер тұрса, оның барлығы, мен енді диагноз қоймаймын, өйткені мен психиатр емеспін. Бірақ бұл психически ауытқудың симптомдары. Бредовый состояние, галлюцинация. Даже айтайын, егер сенде магний дефицит болса, сенің дофамин мен серотонин жаңағы екеуінің дисбалансы болса, сенің жаңағы адреналин қатты бөлінсе, сенің басыңдағы нейромедиаторлы синапстар дұрыс жұмыс жасамаса, сенің жаңағындай тахикардия, жүрегің қысылса, дұрыс ауа бармаса, оларда да көз алдыңа бір нәрселер елестеп кететіндей бір ощущение болады. Бұл психиканың сені аман сақтап қалудағы образдарымен сен аман сақталып қалады да, болды. Құдай, яғни сен миыңа өлу жазылмаса, өлгенге дейін сен үйтіп өліп қалмасын деп психика сені ана нәрсемен мына нәрсемен аман сақтап отырады. Бұл жаңағыдай выгораниемен, жынмен, анау мынаумен. Сондықтан түйін қандай? Жын бар, көз бар, неше түрлі халық арасындағы мәселелері бар. Адамды әлсіз жерінен басу, бұл яғни жын деп сондай бір мен дұрысқа санамаймын, дұрыс көрмеймін ондай нәрсені. Себебі жынды біз қолмен ұстамаймыз, көзбен көрмейміз. Ондай бір маркетингтік нәрселерге қатты алаңдаудың, қорқудың қажеті жоқ. Я буду навязывать. Ол навязывать деген не? Мен сіздерге прям воляға саламын да. Жан дүниелеріңізге үңіліңіздерші. Работайте над собой. Мықты дипломированный психологпен, дипломированный кәсіби мамандармен жұмыс жасаңыз. Ішкі әлеміңізге үңіліңіз. Болды. Адам ішкі әлеміне үңілген кезде болды, Құдайдың ғибраттарын көреді, тәфәккур алады, иманы көтеріледі, руханияты көтеріледі. Жын мын деген нәрсе бұл болды, уже төменде қалып қояды. Ал біз тағы да ішке үңілетін болсақ, иә, Құдай бізге не деген? Сенің қасыңа бір періште және бір жынды немесе шайтанды қойып қоямын. Шайтан сені азғырады, періште сені тура жолға салады. Ал оны шайтанды біз қарин дейміз да. Қарин деген немесе жын, шайтан, да? Жын ба, шайтан ба? Жын. Сол жын сені жаман жолдарға салады. Егер сенің өмірде жасап жатқан әрекеттерің, әділетсіздік, неше түрлі өмірдің заңдылықтарын бұзатын болса, нәпсің сол қарин деген жаңағы жынмен бірге көтеріледі, сені постоянно тура емес жолдарға апарады. Егер сен имани, әділетті, дана, күшті әрекеттермен жасайтын, сен уже періштемен бірге одақтас боласың. Яғни бұл жерде свобода выбора. Сенің жасап жатқан әрекеттеріңе байланысты
ол нәтижесі сенің ішінде жының, көз, мөз, қарғыс деген секілді. Я не буду обесценивать, мен оны құлсыздандырмаймын. Ол бар дүние, бірақ қатты қорқудың, алаңдаудың қажеті жоқ. Егер сенде осындай бір симптомдар білінсе, көрінсе, я вам рекомендую бірден жаңағы рухия мамандарына жүгірудің қажеті жоқ. Мен сіздерге рекомендую психотерапевтке жүгінулеріңізді. Болды. Көз алдыңа бірдеңе елестеді ма? Психотерапевт. Сенің денеңде бірдеңе болып жатыр ма? Психотерапевт. Сенде жаңағыдай ауытқу болып жатыр ма? Психотерапевт. Психотерапевтке барғаннан кейін барып уже рухия мамандарынан иманды көтеру, руханиятты көтеруге уже рухия мамандарына барасыз. Квалификациясы бар, дипломированный, диагноз қоймайтын. Жынды көре алатын адам болса ғана диагнозды қоя алады. Жынды көре алмайтын адам диагноз қоя алмайды. Еще под вопросом, ол жынды көре ала ма? Ол айта берді, ой мен көріп жатырмын, болды. Жаңағыдай нең бар, сақалың бар, анауың бар, мынау бар, басына тақияң бар. О, иә мен сені көріп тұрмын, сенің ішінде жаңағыдай жын бар екен. Яғни мнимый деген состояние бар, тревожный деген состояние бар. Неше түрлі состояние өте көп, оның бәрін ала кетті, бір жынға тақап қояды. Жоқ. Фатихаңды оқисың, нәс, ықылас, нәс, фәлақ оқисың, өзіңе дем саласың, жақсылап тұрып суыңды аласың, ішіне дем саласың, майыңды оқисың, сонымен ақ сен емделіп кетесің, болды. Бірақ бұл жерде бұл жай ғана уақытша әсер етуі мүмкін. Сен ішіңе үңілмейінсе, ішіңе үңілдің, болды. Жын, жыпыр, мәселе, қарыз, неше түрлі ажырасу, развод, әйеліңмен қарым-қатынас, көп андай рухия мамандары бар. Сенің саған сиқыр жасалынған, сенің отношениеңе саған сиқыр жасалынған, сенің табысыңа ол бар, мен оны жоққа шығармаймын. Бірақ ол жерде сенде бір даже көбісі андай қылады, детский травмадан да болуы мүмкін. Яғни сен таңертең тұра алмайсың, өйткені сенде бір гормональный да болуы мүмкін. Мүмкін бады ішу керек. Яғни сен алған кезде мәселеге общий қарау керек та. Даже мен рухия мамандары осыны көріп отырса, рухия мамандары, мен сіздерге айтарым, көп адамды адастырудың қажеті жоқ. Егер сен адамға көмектескің келсе, комплексно емдеуге тырысыңыздаршы. Ол эндокринный системасын, жаңағы жүрегін, висцеральный, яғни ішкі ЖКТ, ішкі құрылымын, нейромедиатор, мидың құрылымы, гормондар, одан кейін психикалық жағын, сосын барып руханият жағын бастаңыздар. Сол кезде адам комплексно дамиды, өседі. Егер адамдарға пайдалы боламын десеңіздер, онда осы әрекетті мен құптаймын. Бір күн болмасын, бір күн алдарыңыздан осы әділетсіз жасалынған дүниелер, енді сіздерде ниет жоқ та біреуді алдайым, арбайым деген, бірақ оны өздеріңізде байқамай қаласыздар. Сондықтан қазірден бастап өздеріңізді квалификацияларыңызды дайындаңыздар, психологияны үйреніңіздер, медицинаны хотя бы түспесеңіздер де медицинада кішкене анатомияны түсініңіздер, гормонды түсініңіздер, дұрыс диагностика жасауды үйреніңіздер. Тек қана барлық нәрсе жынға жабыстыра бермей. Түсіндіре алдым ғой? Яғни түйін біз ішімізге үңілген кезде ғана жыннан да, аурудан да, сынақтардан да барлығынан жақсылап әдемі құтыламыз. Міндетті түрде комментарий қалдыр, лайк бас. Мен сізге тегін атағым келіп тұр. Тегін сіздерге 30 минуттық онлайн сессия жасағым келіп тұр. Яғни сізбен сөйлесем, ішіңіздегі мәселені ақтарып көремін, разбор жасаймын, диагностика жасаймын. Егер жазылғыңыз келсе, міндетті түрде комментарийге плюс қалдыр, тіркел.